Бетіңізді сүтпен жуып көрдіңіз бе? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Арнаға қош келдің. Мұның пайдасын біреу білсе, біреу білмес. Дегенмен сүтпен жуынуды аңызға да, шындыққа да балайды. Қалай жуамыз? Су секілді сорылдатып жумайсыз. Оған көп мөлшерде сүт қажет емес. Мақталы дискіні сүтке малып, артығын сығып тастаңыз. 2-3 минут бойы массаж жасау арқылы, яғни уқалап отырып бетіңізге жағып шығыңыз. Мақталы диск құрғаса, тағы да қайталап сүтке малып алыңыз да бірнеше қайтарап бетіңізді сүртіп шығыңыз. Жағып болған соң 15-20 минутқа қалдырыңыз. Содан соң бетіңізді жылы сумен жуып тастаңыз. Сонда сүттің мынандай пайдаларын бетіңіз көретін болады. В1 дәрумені пилингтің жағымсыз әсері мен тітіркенуді жеңуге көмектеседі. Сүттегі А дәрумені терінің серпімді болуына көмектеседі. В2 оттегіні теріге жақсы жеткізіп, ағзадағы зат алмасуды реттеп, метаболизм процесін жақсартады. В12 дәрумені бет терісін біртегіс етеді және қалпына келтіреді. С дәрумені қабынуды жеңілдетеді және емдейді. Д дәрумені бетке тонус береді, қартаю процесін тежейді. Осы аталған барлық факторлар терінің саулығын сақтауға көмектеседі. Сондықтан жиі болмаса да, кезі келгенде сүтпен жуынып тұруды әдетке айналдырыңыз. Пайдалы болды деген ниеттеміз. Каналға жазылып, лайк басып, пікір жазып, бізді қолдауды ұмытпаңыздар.